Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз қазақтың ұлттық тәттілері жент пенен құрттың әртүрлі дәмдерін көріп, соны сіздерге көрсетеміз. Бұлар жай ғана жент, жай ғана құрт емес. Біз бұны инстаграмнан тауып алдық. Қарапайым өзіміздің қарағанды жастары жасайды. Женттің қарапайым түрі бар, содан соң шоколадқа оранған әртүрлі женттер бар, және кокосовый стружкиға, орехқа, және кунжутный семечки, сондайларға неше түрлі шоколадқа оранған сондай түрлері бар, солардың барлығын көреміз. Және де құрттың да сондай түрлері бар. Қарапайым құрт бар, содан соң ішіне малина қосылған, базилик қосылғандар бар, содан соң қандайлар бар жөнке? Ысталғанды көріп тұрмын, және де жасалалмамен қосылған. Жасалма. Осындай әртүрлі түрлері бар. Солардың барлығын қазір дәмін көреміз сіздермен бірге. Және де сіздерге айтамыз дәмінің қандай екенін. Ал енді біріншіден біз құрттардың дәмін көреміз. Қазір біз упаковкасын ашамыз. Сондай өте әдемі қылдырып істеген. Вау, қандай әдемі, керемет, эстетично ғой. Кәне жәнерке құрттардың түрлерімен таныстырып өт. Мынау ысталған құрт, қарақатпен, малинамен, ащы құрт бар. Және де... Қайсысы ащы құрт? Міне мынау ащы құрт, иә? Иә, осы ащы құрт. Жасалмамен, осындай ромбик түрде жасалған құрттар бар. Әдемі. Және де базиликом. Мынау базиликпен. Сосын андай төрт бұрышты құрттар бар екен, иә? Мынау қарапайым құрт қой деймін, иә? Мыналары міне қарапайым құрттар. Сосын мынандай кисло-сладкий деді ғой деймін ана. Кисло, қышқыл, тәтті сондай құрт бар. Осында керемет ерекше түрлері бар. Әдемі көрінеді ғой сондай. Мен әлі дәмін көрген жоқпын әдейі. Кешеден бері шыдап жүрмін. Қазір осы жерде видеода дәмін көреміз барлығының. Мінекей біз қорапты аштық. Ең біріншіден, наверное, қарапайым құрттардан бастаймыз. Өйткені қазір ащыны әртүрлі дәммен көрсек, дәмін сезбей қаламыз. Ең бірінші қарапайым құрттардан көрейік, иә? Иә, қайсысын көреміз? Мен басқасын көремін. Мен мұндай сықпа құртты көремін дәмін. Менің ойымша бұл қарапайым құрт, ауылда жасалатын. Мынау да сондай. Ромбик түрінде жасалған, дәмді. Просто формасы басқа, иә? Иә. Ысталғанды көрейік. Мыналардың да дәмдері бәрі бірдей деп ойлаймын, сондықтан ысталғанды көрейік. Бұның дәмі басқа құрттардан дәмдірек деп ойлаймын. Жәнеркеге өткен сол ұнайды. Жәнеркеге ысталған ұнайды. Маған қатты ысталған қатты ұнайды. Күшті прям дәмі. Ерекше. Мен шай құйып қойдым өзіне. Қазір базиликпен көреміз. Шөптің дәмі шығады, иә. Маған аса қатты ұнаған жоқ. Маған негізі ұнай береді бүкіл құрт, жент деген. Кез келген тамақ маған негізі ұнайды. Тамақ болса болды ғой. Бірақ өте керемет дәмі. Енді қарақатпен көреміз. Міне оның түрі осындай. Күлгін түсті. Прям қарақаттың дәмі шығып, дәмі сезіледі. Сондай тәтті. Күшті. Бір жерге барғанда, сонда қалтаңа салып жеп жүруге өте керемет, прям кәмпиттің көріне, шоколадтың көріне осыларды салып жүрсем, бөлікше маған ұсынады. Осыны көбірек заказ беру керек. Мен білмедім дәмі. Осындай күшті болатын. Давай малинаны көрейік. Тоже. Әйтеме дәмінде неменің дәмі бар. Сен жаңа айттың ғой, неменің дәмі бар дедің. Желенің дәмі шығады деп сен ғой. Күшті, 3 прям 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 3 пр
неше түрлі шоколад сондай жеген соның орнына осындай құрттарды, например, өте керемет бастама. Осы құрттарды фасовать етіп осындай әр түрлі түсінен сосын супермаркетке сондайларға магазиндарға қойып қойсам, балалар шоколад неше түрлі конфеттің орнына осыларды жеп жүрсем, табиғи, өте дәмді, пайдалы. Бұл, по-моему, кисло-сладкий, қышқыл тәтті ма, иә? Қышқыл тәтті. Тәтті, иә? Иә. Қышқылдық бар ма? Қышқылдық жоқ. Тәтті прям. Неге біз кішкентай кезімізде осындайларды істемегенбіз? Бізде обычный, например, мен кішкентай кезімде осындай мен сыппа құрттар ғана жедік. Осындай құрттарды ғана жейміз. Мыналар қандай ерекше, прям да. Желенің дәмі сияқтындай. Солай болады. Шынымен ол ащы ма? Қаншалықты ащы? Ұсталғанға ұқсайды. Иә, ұсталғанға ұқсайды. Ащы емес. Ащы емес. Мен де ойлағам, прям қатты ащы шығар деп. Ну, умеренно ащылық істеген ғой. Вот, енді чувствую ащылықты. Жай-жайлап, дәмін татып, әптен таңдайға дейіп кетіп атқанда ащылығы кішкене сезіледі. Но бірақ қатты ащы емес. Күшті ерекше. Қатты ащы емес, бірақ соңында кішкене сезіле бастайды. Сезіледі. Но қарапайым құртқа қарағанда, сықпа құртқа, классикалық құртқа қарағанда ерекше. Мен сияқты ащыны жақсы көретін адамдар үшін ұнайды деп ойлаймын. Күшті. Маған осындай ерекше құрттар ұнайды негізі. Бәрінің дәмін көрдік қой деймін. Мінекей біз осылай құрттардың дәмін барлығын көрдік. Бүкілінің дәмі өте күшті, ерекше. Маған әсіресе фруктовый құрттар ұнады, копченый ұнады. Маған ысталған менің қарақаттың дәмі ұнады. Маған да қарақаттық ұнады, және ысталған тур. Өз балаларымызға алып, осындай қазақтың ұлттық тағамдарын ұмытпай, осыны жеп, дәріптеп, осылай ашылып жатқан жаңағындай кішкентай бизнестер бар, осылай құрттан бизнес жасап жатқан жастарға респект, молодцы. Қазір енді жентіктің дәмін көреміз. Енді жент ашамыз, жәнеке ашамыз. Бұл да өте ерекше упаковкада, осындай әдемі, біреуге сыйлық ретінде беруге прям күшті. Сондай күшті, прям. Міне мынау. Қарапайым жент. Мыналар. Қара шоколадпен, розовый шоколадпен, және де кунжутпен, орешкалармен, және де Рафаэлло деген жент. Өте керемет, түрлері ерекше, дәмдері одан да керемет деп ойлаймын. Енді жентке кезек келді. Мен осыны кешеден көргім келіп жүр ғой. Мен бұны кеше автобуспен алып келдім. Жент деген жалпы неден жасалған? Жент деген бидай тарыны өте қатты күчет, содан талқан жасайды. Сосын сол талқанға әртүрлі сары май, тағы неме қосады? Сары май қосады, сосын қант қосады, бал қосады. Вот сондай әртүрлі қоспаларды қосады дағы. Сосын оны жаңағындай бір ыдысқа қатырып қояды дағы. Холодильникке суық жерге қояды, содан кейін әртүрлі формаға уже келтіруге болады. Или жаңағындай қосып болғаннан кейін әртүрлі жаңағы формочкалармен басып, әртүрлі жаңағы түрлерін жасайды. Жент өте пайдалы, құрттардан мысалы үшін өте пайдалы. Бірақ қазір жентті еще білесің ба, басқа жақтардан неме деп айтады? Қоспа деп айтады. Сол көрдің бе, әртүрлі заттар қосады ғой, сондықтан қоспа деп айтады мүмкін. Өте пайдалы, сондықтан осы женттің дәмдерін көреміз. Біз бұны мереке сайын аламыз үйге, столға. Осы жолда жаңа жылға алдық. Кеттік па? Иә. Да, бір классикадан бастап. Бұл комнатный температурада қалып қойды, негізі холодильникта тұру керек еді. Мен әдеп қалып қойдым. Давай осыны екіге бөліп бастайық. Дәмді. Бұл қарапайым жент.
Бұл жаңа айтқандай комната температурада қалып қойды, сондықтан жұмсап кетіпті екен. Негізі суық жерде тұрса, бұл формасын ұстап, әдемі күшті болып тұрады. Но өте дәмді прям. Ауызда еріп чаймен ішкенде керемет деп ойлаймын. Бұны да кез келген супермаркетте, магазинде осылар болса, қазақтың ұлттық тағамдары керемет болар еді. Давай шоколадныйды көрейік. Кешеден бері мен осыны көргім келіп жүрді ғой құдай. Бір-бірден жеге спокойно жеп қоямыз деп ойлаймын. Міне осындай керемет молочный шоколад. Жиенті көріп тұр. Мыны қалай әдемі қылып істеген. Бұл тоже комнатный температура тұрғаннан кейін кішкене жұмсақ болып тұр, иә? жұмсақ болып тұр және қолда еріп жатыр. Вау! Дәмді. Дәмді. Шоколадның дәмі тоже ерекше. Қандай күшті. Бетінде шоколад көп екен, иә? Саған қалай? Менің ойымша, осы шоколадпен дәмдірек қойды. Екеуміз ойымыз бір жерден шықты. Және де маған көп шоколад қосқан. Ұнамайды, иә? Қатты тәтті болып кетеді, иә? Қатты тәтті болып кетеді. Молочный шоколадпен дәмдірек. Розаға қарағанда. Біз құртты да, жентті де ассортимен заказ бердік. Бүкілінің дәмін көру үшін. Құрттың да бүкіл түрлерін көру үшін, женттің да бүкіл түрлерін көру үшін. Енді мынандай әдемі женттерді көреміз. Жаңағы шоколадпен покрытие жасаған, сосын бетіне орех қосқан. Орехпен әрине өте дәмді болады деп ойлаймын. Сондықтан осыны көреміз. Кішкене бөлеміз, өйткені екеуміз төрт кеттік. Орех әрине өзінің рөлін ойнап тұрып жүрді. Дәмін керемет қылдырады. Оның басындағы қара осы жүрек шоколадпен дәмі бірдей, бірақ үстінен просто орех қосылған. Мен де солай ойлаймын. Күшті. Дәмді. Енді бетіне кокосовый стружка қосылған жентті жейміз. Дәмін көреміз. Уже тойып кеттік, сондықтан өте кішкентайын көреміз. Ақтардың шоколады өте көп екен, мен соны заметила. Маған аса қатты ұнаған жоқ. Ақ шоколадтармен өте қатты тәтті болып кетеді, иә? Прям жүрегіңді айнытады екен. Но тәтті. Біз жүрегіміз айнып кетті екен деп, сіздер ойлап қалмаңыздар, дәмсіз деп. Жоқ, өте тәтті. Өйткені біз бағанда бері қаншама құрт жедік, қаншама жент жедік, сондықтан біз уже тойып жатырмыз, сондықтан солай айтып отырғанбыз. Шаймен ішуге өте керемет. Маған ұнады. Саған өте қатты тәтті болып кетті деп ойлаймын, но бірақ маған өте ұнайды. Мінекей біз бүгін осындай қазақтың ұлттық тағамдары, яғни шаймен ішетін осындай. Тек қана шаймен емес, құртты, жентті қалтаға салып алып, сөмкеге салып алып, жолға шыққанда болсын сондайда жеуге өте керемет, өте дәмді және өте тойымды. Біз тамақ ішпедік, бірақ осы құртпенен жентті жеп, жаңа өте қатты тойып кеттік. Бір осындай, бірақ бір шайымызды бітіріп тастадық және екеуміз. Осындай күшті тәттілердің дәмдерін көрдік, өте керемет. Осымен айналысып жүрген жастарды өте қатты қолдаймыз. Жарайсыздар? Мен бұл құрт пен және женттердің әртүрлі дәмдерін көргеннен кейін, егер де дүкенде кездестіріп қалса, мен міндетті түрде осыларды аламын. Сіздерге де осыларды сатып алуға кеңес беремін. Бұл өте дәмді және де тойымды. Особенно мынау құрттардан кейін біз анам екеуміз қатты тойып кеттік. Иә, өте тойымды және өте пайдалы. Иә, пайдалы. Және де біз ұлттық өзіміздің тағамдарымызды
дәріптейміз. Әр мерекеге өзіміздің столымызға алсақ, тек қана кәмпит, шоколад, басқа бірдеңелерді қолдана бермей, осындай ұлттық тағамдарды өзіміз қолдан жасай алмасақ та, дүкеннен сатып алып осылай қойсақ столға, қандай әдемі. Және де дәмді болады. Осылайша біз бүгінгі видеомыз аяқталды. Осындай форматтағы видео сіздерге ұнады деген ойдамыз. Саған ұнады ма? Маған өте қатты ұнады. Тағы да осындай әртүрлі видеоларды түсіреміз деген ойдамыз. Бұны тек қана қазақ ұлттық тәттілеріне емес, мүмкін басқа ұлттық тәттілерге, мүмкін басқа елдің жаңағы сладостарына, мүмкін дүкендегі әртүрлі сататын заттарға әртүрлі видеолар түсіреміз деген ойдамыз. Осы видео өте қатты ұнаса, бізге лайк қойыңыздар, мүмкін комментарий жазасыздар ұнап жатса. Бізбен болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.